Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Біздің бүгінгі тақырыбымыз веб құжатта тізімдерден пайдалану. Кіріспе, веб-беттердің оқылымдылығы мен ұйымдастырылуына тізімдердің маңызы, дұрыс қолданылған тізімдер ақпаратты ұйымдастырып, пайдаланушыға навигация жеңілдетеді. Сабақтың мақсаты веб құжаттардағы тізімдердің түрлерін, сипаттамаларын, қолданылу ерекшеліктерін және HTML, CSS арқылы пішіндеу әдістерін талдау болып табылады. Негізгі ұғымдар, сабақ барысында қолданылатын негізгі ұғымдар: оқылымдылық, UX, UI дизайны, семантикалық, HTML. Тізімдердің түрлері. Тізімдердің негізгі түрлері. Бірінші UL, ретсіз тізім, яғни бұл тармақтардың реті маңызды емес жағдайларда қолданылады. Мысалы, меню кілттік сөздер тізімінде қолданылады. Ordered list, бұл реттелген тізім, тармақтардың реті маңызды жағдайларда қолданылады. Мысалы ретінде нұсқаулық кезеңдер тізбегінде қолданылады. Келесі LI list item, тізім элементі ретсіз және реттелген тізімдердің тармақтары. DL келесі description list, сипаттау тізімі, терминдер мен олардың анықтамаларын көрсету үшін қолданылады. DT бұл description term, термин сипаттау тізімдегі терминдерде қолданылады. DD бұл description definition, анықтама сипаттау тізімдегі терминнің анықтамасы ретінде қолданылады. Тізімдерді пішіндеу, CSS, тізім маркерлерінің түрін өзгерту. List style type қасиетін қолдану арқылы кезінде қолданылады. Disk, circle, square, decimal, lower, alpha және басқа тілдерде қолданылады. Маркерлердің орналасуын өзгерту. List style position қасиетін қолдану арқылы жүзеге асады. Маркерлердің бейнелерін қолдану. List style image қасиетін қолдану арқылы жүзеге асады. Кіріктірілген тізімдер бірінің ішіне бірнеше тізімдерді орналастыру арқылы қолданылады. Тізімдердің семантикалық маңызы. Дұрыс тізім түрін таңдау. Яғни бұл жерде мазмұнға сәйкес тізім түрін таңдаудың маңызы. Оның ішіне ретсіз, реттелген, сипаттау арқылы қолданылады. Қолжетімділік. Экран оқырмандары үшін тізімдердің маңызы болып табылады. SEO, іздеу жүйелері үшін тізімдердің маңызы. Тізімдердің веб дизайндағы қолданылуы. Навигация менюлері, UL тізімін қолдану. Нұсқалықтар мен кезеңдер, OL тізімін қолдану кезінде. Терминдер мен анықтамалары, DL, блог посттары, UL және OL тізімдерін қолдану арқылы. Галереяларда UL тізімін қолдану арқылы жүзеге асады. Тізімдердің жауапты дизайны. Әртүрлі экран өлшемдеріндегі көрініс. Тізімдердің әртүрлі құрылғыларда, мысалы ретінде компьютер, планшет, смартфон, дұрыс көрінуін қамтамасыз етіледі. Медиа сұраныстар. Экран өлшемдеріне байланысты CSS стилін өзгерту. Flexbox және Grid тізімдерді орналасу үшін Flexbox және Grid макеттерін қолдану. Келесі кешенді мысалдар. Бұл бөлімде веб дизайнда тізімдердің интеграциясы мен қолданылуына байланысты нақты мысалдар көрсетіледі. Мысал ретінде навигация менюлерінің құрылымы, блог посттардағы мазмұнды ұйымдастыру, FAQ бөлімін жасау, терминдер сөздің құру және тағы басқа. Мысалдарда, яғни HTML және CSS кодтары көрсетіліп, визуалды нәтижелермен салыстырылады. Әрбір мысалда қолданылған техникалар түсіндіріледі және олардың артықшылықтары мен кемшіліктері талданады. Қателіктерді болдырмау. Бұл жерде веб құжаттарда тізімдерді қолдану кезінде жиі кездесетін қателіктерге шолу жасалады. Мысалы, семантикалық дұрыс емес тізім түрлерін пайдалану, CSS
стилін дұрыс қолданбау, кіріктірілген тізімдерді дұрыс құрмау, жауапты дизайнды ескермеу, қолжетімділікті ескермеу. Бүгінгі тақырыбымыз осы. Назарларыңызға рахмет.